Саламатсыздар ма? Бүгін Excel'дің автозаполнение деген функциясын қарастыратын боламыз. Яғни көп көмегі бар. Ең қарапайым жағдайда сандарды толтыруға болады. Мысалы үшін, мына жерде қазір мен реттік номерін енгіземін. Және бүкіл кесте бойына жазып жүрмей-ақ, мен осы үш санды бояп аламын. Яғни Excel'ге көрсетеміз. Сонсоң мына тұрған қара нүктеге барсақ, мышка бізде басқаша болып өзгереді. Плюс болып, иә. Басып тұрамын да, мышканы жібермей тартамын. Міне, мұны автозаполнение деп айтады. Яғни, үлкен кестелерде өте көп көмек береді. Әрбір санды қолмен жазып отырғаннан гөрі басып тұрып тарта салсаңыз, полностью толтырып береді. Енді мына бір кестені қарастырған боламыз. Тағы да бір айта кетейік, яғни Excel'де формуламен жұмыс жасаған өте ыңғайлы. Формулалардың, функциялардың өте көп түрі бар. Яғни жұмыс күнін көбейтемін бір күндік жалақы мөлшеріне. Және зейнетақы қорына аударымдар, ол бізде жалақы мөлшерінің көбейтемін 10%-ке, яғни бұл бізде формула 10%-ін мен пенсионный фондқа аудардым деп есептеймін. Жалақы мөлшерінен 8%-ын біз подоходный налог, яғни табыс салығына аударамыз, және де тең бастапқы жалақы мөлшерінен алып тастаймыз зейнетақы қорына аударымдар, алып тастаймыз табыс салығын және қолма-қол жалақы мөлшері. Енді бұған да автозаполнение жасаймын, яғни мынау тұрған төртбұрышты нүктеге апарсам, мышкам өзгереді, плюс басып тұрып тартам. Автозаполнение дейді, яғни қайта-қайта формуланы енгізіп жүрудің қажеті жоқ. Мышкам түрі әншейінде мынадай, плюс именно сол точкаға барғанда мынадай қара плюс болады. Басып тұрып тартам. Міне, автоматты түрде барлығының жалақысын есептедік. Енді диаграммамыз қарастырдық. Енді мына жерде тоже автозаполнение бар, яғни қандай да бір кестелерде бір түрлі мәліметті қайта-қайта көшіріп жазу керек болады. Осы кезде де автозаполнение қолдана аламыз. Яғни мына жерде қазір мынау тұрған ақпаратты толық ақпарат жазу керек дейді. Яғни мен жазам 12 тонна, сонан соң 24 мың деп жазам. Енді мынаны былай басамды, астына қарай бояймын. Сөйтіп, контролды басып тұрып, Е басам. Міне қараңыздар. Яғни мен мына жерге клавиатураның несін жазып салайын. Автозаполнение мұндай мәтінмен қосып, сонан соң қараңыздар, кестеде менде рет-ретімен тұрған жоқ, мен әдейі цемент, ол менде 12 деп та орындарын ауыстырып жаздым. Мынау автоматты түрде соны прям қалай мен көрсеткенде етіп жазды. Ол үшін боядым да мен міне Ctrl плюс Е деген бастым. Міне қараңыздар, үлкейтіп қояйын. Тағы да бір рет қайталап жіберейін. Мына жерде мысалы үшін цемент 12 тонна деп жазайын. Сөйтемін де кестені бояймын. Сөйтіп Ctrl Е басам. Міне қараңыз. Міне қалай тұр, өзі алып, орындарын ауыстырып, қалай керек солай жазып берді. Үлкен кестелермен жұмыс жасағанда уақытты өте үнемдейді, себебі программада енді өзінің жаңағыдай мүмкіндігі осылай, мұны автозаполнение деп айтады, яғни автоматты түрде дәл осылай қолдана аласыздар. Келесі Excel'дің тағы да бір фишкасы, ол бізде Excel'де ақылды кесте құру, яғни умная таблица дейді. Міне жаңағы кестемізді осы жаққа мен көшіріп қойдым. Енді ақылды кесте құру үшін не істеймін? Яғни бүкіл кестені бояп аламын. Сөйтіп ставка таблица деген команда берем. Сөйтіп айтады, қараңыздар, таблица с заголовками. Окей деймін. Кестем мынадай түрге өзгерді.
яғни ақылды кесте деген мынау кнопкаларды ашсаңыздар, алфавитный порядокпен сортировка по цвету, мына жерде выделить, фильтр қоюға болады, яғни әрбір бағамен жеке жұмыс істеуге болады. Және бұдан басқа дәл жаңағы формуланы жалақы есептеу мен енгізетін болсам, тең жұмыс күнін көбейтемін бір күндік жалақы мөлшеріне, enter басам. Мен формуланы бір-ақ рет енгіздім, ештеңе басқан жоқпын, қалған бөліктерін ол өзі есептеп қойды. Бұдан басқа, мына тұрған өрісте жұмыс күні, мысал үшін, менде жұмыс күні 7-ден 30-ға дейін, немесе 10-нан 29-ға дейін деген болуы мүмкін. Енді 30-31-ден артық болмайды ғой. Осыған мәліметке шектеу қоюға болады. Яғни, данные, проверка данных деген команда берем. Мынаның барлығын бояп қоямын да. Проверка данных. Между, мысалы үшін, минимум 10 күн жұмыс істеу керек адам, максимум 29 күн немесе 30 күн жұмыс істеу керек деп өзім шектеу берем. Тип данных целое число, значение между дейді. Между 10 мен 30-дың арасында. Окей деймін. Бердім. Енді кез келген, мына жерде 30 тұр екен, мына жерде 19 тұр екен, осыны өзгертейін. 35 бердім. Введенное значение неверно дейді. Өйткені бұл аралықта бізде бар болғаны жаңағы 10 менен 30-дың арасындағы мәнді ғана енгізе аласың. Яғни үлкен кестелермен жұмыс жасағанда адам болғаннан кейін шатасуы мүмкін. Вот сол үшін цифралардың арасына осылай ограничение қойып қоюға болады. Мұны проверка данных деп айтады. Бұдан басқа байқаған болсаңыздар, міне басында ашылғанда Excelде мына кнопканы бассаңыздар, лист 1, лист 2 деп кете береді. Яғни ол парақтардан тұрады, бірнеше парақтардан тұрады. Осы жерге барып, мен лист 1 деген жазуға барып, оң жағын басамда, переименовать деймін. Сөйтем де, мысалы үшін, қандай да бір таблица деп жаза салайын. Таблица деп атын ауыстыра аламын. Яғни жасап жатқан жұмысыңыздың мағынасына қарай. Лист 1, лист 2-лерден шатасып кетеді. 10 лист болса, уже қайсысының ішінде не тұрғанын білмейді, адам шатасып кетеді. Сол үшін әрбір парақтың атауын өзінің жұмысының атына сай етіп өзгертуге болады. Сонымен қатар, мен мынау цветной нелерді қайдан алдым? Яғни осы жерге барып, оң жағын басқан кезде, мынау тұр цвет ярлычка деген. Осының ішінен кез келген түсті таңдай аласыз. Міне қараңыз, таңдап қоям, бояп қоясыз. Яғни бұл да адамға жұмыс жасауды тездету үшін және де ыңғайлы ету үшін. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Excelден тағы да сабақтар дайындайтын боламыз.